Баршаңызға сәлем. Үйіңіздің энергиясы қандай? Үйді таза ұстайсыз ба? Көптеген ауру мен кеселдің себебі біздің ойымыз бен мінез-құлқымызға байланысты екенін көпшілігіміз білетін шығармыз. Бірақ өзіңізді жақсы сезіну үшін бастағы ойды ретке келтіру жеткіліксіз. Айналаңызды да таза ұстауыңыз қажет. Келесі кезекте ас бөлмесі. Егер сіз ақша жинап жүрсеңіз, мысалы копилкаға жинап жүрген болсаңыз, көбінесе ас бөлмеде сақтасаңыз, ол тез жиналатынын көбіміз білеміз. Кір плита, шаң басқан шкафтар, жуылмаған сүлгі және дастархандағы дақтар бұл сізге және сіздің туыстарыңызға артық салмақ жинауына көмектеседі. Мұндай үйге қаржының келуі қиын болады. Өйткені ас бөлме өмірлік игіліктердің қайнар көзі болып саналады. Ванна бөлмесі. Кір қожалақ айна, тазаланбаған раковина бұл үйдің қожайының өз-өзін дұрыс бағаламайтынын білдіреді. Өз бойындағы құндылықтарына мән бермейді. Өзін-өзі көңілі толмайды. Самооценкасы өте төмен деп айтсақ та болады. Жатын бөлмесі. Жатын бөлменің жиналмауы ұйқыны қашырады. Энергияңызды азайтады. Шашылған, шаң басқан жатын бөлме әйелдің несеп жыныстық ауруға шалдығуына алып келеді және ер адаммен қарым-қатынасы нашарлатады. Коридор. Қажетсіз және ескі заттарға толы болса, онда отбасы мүшелерінің арасында айғай-шу көбейеді. Егер соңғы кезде жақындарыңыздың көңіл-күйі болмаса, шаршап жүрсе, депрессияға берілсе, коридорды тазалаңыз. Тазалап қана қоймай, жарық етуге тырысыңыз. Бұл да отбасы мүшелерінің өміріне әсер етеді. Қонақ бөлме. Қонақ бөлме жиналмаса, айналаңыздағы адамдармен қарым-қатынас ушығады. Бұл болашақта жалғыз қалуға және жабырқауға алып келеді. Үйдің энергиясы. Үйдің ыбырсуы сіздің денсаулығыңызға ғана емес, отбасы мүшелерімен қарым-қатынастың нашарлығына алып келеді. Дегенмен, бүгін эксперимент жасап көріңізші. Үйдегі барлық бөлмеге немесе шамаңыз келгенше 1-2 бөлмеге тазалық жұмыстарын жүргізіп көріңізші. Өзіңіз қалай сезінетініңізді байқайсыз. Бүгінгі видеомыз пайдалы болса, парақшаға жазылып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.